Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай төрт бұрыштар оқитын боламыз. Міне, анығырақ. Бұл төрт бұрыштардан біз бас киім жасаймыз. Міне, шеті қою қызыл түстен бордовый түс. Сондай түстен бізге төртеу. Міне, сіздер өздеріңіз мындай түс қалайсыздар, өз еріктеріңізде өздеріңіз білесіздер. Менде мынандай бордовый түспен мынандай сарғыш түс, ақ та емес, бежевый дейді ғой, сондай түс менде болды. Екі түрлі тоқимыз. Міне, қараңыздар, шеті қызылмен тоқылған, бордовый түспен тоқылған төртеу тоқимыз, және де шеті ақ түспен тоқылғанды, шеті ақшыл түспен тоқылғанды төртеу тоқимыз. Мен үшеу тоқып қойдым. Келесіні сіздермен бірге тоқитын боламын. Ол үшін Alize Lana Gold жібін алдым. Крючогым номер 4. Alize Lana Gold'тың метражы астыда описаниеде жазылатын болады. Міне, осындай жасап аламыз. Домалақ шеңберге осы жерге біреу, екеу, үшеу, үш көзше жоғары көтеріп аламыз. Үш көзше жоғары көтердік. Енді күршегімізді ары қарай өткізіп, бір орамды баған тоқимыз. Міне. Бұл бізде екінші баған болып есептеледі. Өйткені жаңағы үш көзше жоғары көтергеніміз бұл бір баған болып есептеледі. Одан кейінгі тоқыған бір орамды бағанымыз екінші болып есептеледі. Және де міне үшінші орамды баған тоқимыз. Үш, бір орамды бағаннан тоқыдық. Енді бір көзше жоғары қарай көтереміз. Міне. Тағы да үш баған тоқимыз. Екеу және үшінші. Әрбір үшінші бағаннан кейін бір көзше жоғары көтеретін боламыз. Міне, тағы да көтердім. Тағы да біреу, екі және үшінші бағанды тоқимын. Міне, үш баған тоқыдым. Тағы да бір көзше жоғары көтереміз. Тағы да үш баған тоқимыз. Бір баған, екі баған және үшінші баған. Қарасаңыздар, міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төрт, үш бағаннан төрт бөлік, не бір, екі, үш, төртеу. Енді мынау жіпті қаттырақ тартамыз. Сонда ортаға кеп жиналды. Осы жерден бекіту жасаймыз. Міне. Бекіту жасамас бұрын мына жерден тағы да бір көзше жоғары көтереміз. Енді барып бекіту жасаймыз. Тағы бір ілемізде осы жерден жібімізді қиып алып тастаймыз. Жібімізді міне қиып алып тастадық. Ақшыл жібімізді қосатын боламыз. Ол үшін міне жаңа екеу қосылған жер бар ғой, міне, бекіткен жеріміз. Сол екі ортада міне үлкен ашық тұр. Міне
Сол жерден күршегімізді кіргіземіз. Жібімізді бері алып шықтық. Енді 1, 2, 3. 3 көші жоғары көтердік. Орам жасадық. Тағы бір баған тоқыдық. Бұл жерде тағы да бір баған тоқыдық. Міне. Енді бір көше жоғары көтереміз. Келесі жіптерді бірге тоқып кетуімізге болады. Келесі міне ара қашықтық бар ғой, мына үшеудің арасына бір көше тоқыған болатын. Сол үлкен ара қашықтыққа орам жасап, бір баған тоқимыз. 2 баған тоқимыз. Бұл жіптің өзі бір қара қылшықтары көп екен. Білмейдім неге екені. Міне 3 баған тоқыдық. Бір тесіктен, бір мына ара қашықтан 3 баған тоқыдық. Енді бір көше жоғары қарай көтереміз. Орам жасап, тағы да тура осы тесікке, тура осы жерге 3 баған тоқитын боламыз. Міне 3 баған тоқыдық. Бір көше жоғары қарай көтереміз. Мына жерде де бір көше бар. Естеріңізде болсын. Енді орам жасап, 1, 2, 3 баған тоқыдық. Бір көше жоғары қарай көтердік. Тағы да орам жасап, тура осы тесіктен, осы жерден тағы да 3 баған тоқитын боламыз. Міне, 3-ші баған. Міне, мына екі ортада міне бір көше бар. Бір көше, тағы да мына аралықта үлкен тесік бар. Сол жерге кіреміз. 1, 2 және 3-ші баған. Бір көше жоғары көтереміз. Тура осы тесіктен тағы да 3 баған тоқитын боламыз. 2-ші баған, міне 3-ші баған. Бір көше жоғары көтереміз. Бастаған жерде 3 тоқығанбыз. Сол 3 баған тоқыған жерден, тура сол жерден тағы да 3 баған тоқитын боламыз. 1 баған, 2 баған және 3 баған. Бір көше және осы жерден бекіту жасаймыз. Жібімізді қиып алып тастаймыз. Міне, жібімізді қиып алып тастадық. Мына жерде тесікті тура ортадан тағы да біраз қатты тартамыз. Жіпті үзіп алмаңыздар, байқаңыздар. Кейін ашық тұрмас үшін мен инеге өткізіп, ары бері жүргізіп тастаймын. Жібімізді қиып тастап, қайтадан бастауларыңызға да болады, болмаса қимай ары қарай жалғауларыңызға да болады. Міне, қиып тастап, тура осылай қайтадан жіп алып, қайта бастауымызға болады. Міне, 1, 2, 3 деп жоғары қарай көтереміз. Осы жерден 1 баған, 2 баған тоқимыз. Жаңағы көтерген 3 көшемізбен ол 3 баған болып есептеледі.
тағы бір баған міне көтерген 3 көшеміз 1 баған, 2 баған, 3 баған. Енді бір көше жоғарыға көтереміз. Мына астындағы жіпті бірге мынаның артына алып өтеміз. Міне орам жасаймыз. Мына 2 аралық бар ғой, міне 2 аралық. Мына тұрған жер. Сол жерден бір орам, бір баған, екінші баған және үшінші баған тоқимыз. Бір көше көтереміз жоғарыya. Енді мына отырған жер бұрыш. Бұрышқа келіп тағы да 3 баған тоқимыз. 1 баған, 2 баған, 3 баған. Бір көше тура осы жерге тағы да бұл жерге 3 баған тоқимыз. Бұл бұрыш. Міне үшеу тоқыдық. Арасы ашық. Тағы бір көше тоқимыз жоғарыға көтеріп. Мынау 2 аралыққа 3 баған тоқимыз. 1 баған, 2 баған және 3 баған. Осылайынан айналдырып тоқып, мынау бірінші бастаған жерге тағы да 3 баған тоқимыз және бекіту жасаймыз. Жібімізді қиып тастаймыз. Келесі жіп бізде бордовый түсе. Соған ауыстыратын боламыз. Бір көше жоғары көтердім. Тағы да 3 баған тоқимыз. 2 және 3. Бір көше жоғары көтереміз. Және 1 екінші баған, үшінші баған және бір көше. Міне енді мына бастаған жердегі аралық бар ғой, тура осы жерге тағы да 3 баған тоқитын боламыз. Міне 1 баған, екінші баған, үшінші баған. Бір көше жоғары көтереміз және осы аралыққа барып бекіту жасаймыз да жібімізді қиып алып тастаймыз. Енді міне бордовый түсті қосатын боламыз. 2 қатар енді осындай түспен тоқимыз. Міне қосқан жерімізден мына аралыққа күршігімізді енгіземіз. Ар жағынан жібімізді алып шығамыз. Міне алып шықтық. 1, 2, 3. 3 көше жоғары көтердік. Енді 3 көше жоғары көтердік. Орам жасап, бір орамды баған тоқимыз. Міне біреу және жанынан екінші. Ең басында бастаған 3 көшемен қосқанда бізде 3 баған болып есептеледі. Бір көше жоғары көтереміз. Артындағы жіптерді бірге тоқып кетуге тырысамыз. Мына аралыққа әкеліп біреу, екеу, бір көше жоғары көтереміз және де мына аралыққа
жандағы аралық тұр ғой, сол жерге тағы да 3 баған тоқитын боламыз. Үш баған тоқыдық. Енді бір көше жоғары көтереміз. Енді мына бұрышқа 3 бағаннан 6 баған тоқитын боламыз. Міне. Міне. 3 баған, көше және 1, 2 және де 3. Бір көше жоғары көтереміз. Мына аралыққа 3 бағаннан тоқимыз. Мына жерге 3 баған, бір көше екі ортада. Одан кейін мына аралыққа 3. Тура мына жерде қалай тоқыдық, солайынан тоқимыз. Мына жерде де солай. Өздеріңіз айналдырып тоқи аласыздар деген ойдамын. Мынау жерге келгенде, қосатын бекітуге келгенде көрсететін боламын. Міне, соңына да жеттік. Бұл жерде 3 баған тоқыдым да, бір көше жоғары көтеріп қойдым. Енді орам жасап, тура міне бастаған жерімізге күршегімізді енгізіп, жіпті алып шығып, міне 3 баған тоқитын боламыз. Міне 3 баған тоқыдық, бір көше жоғары көтердік. Енді бұл жерде біз жібімізді қимай, қалай ары қарай тоқитынымызды көрсететін боламыз. Жаңа бірінші көрсеткенде жібімізді қиып қалай тоқуға болады көрсеттім. Енді міне бекіттім. Бекіткеннен кейін тағы бір рет бір көше іліп алдым. Енді осы көшені күршегімізді ақырын алып, мына екі ортадағы аралыққа күршегімізді салып, ар жақтан алып шығып, жіпті міне ілеміз крючокқа, содан ар жағынан өстіп алып шығамыз. Енді 1, 2, 3 көше жоғары көтереміз. Жоғары көтеріп, орам жасап, 3 баған тоқимыз. Тура жаңағы тоқыған сияқты болады, алдындағы тоқығанда бұрышты қалай шығарып отырмыз, тура солай шығарамыз. Міне, бір көше жоғары. Енді әрбір аралыққа 3 бағаннан тоқитын боламыз. Міне аралық тұр, міне аралық тұр, міне аралық тұр. Тек қана бұрышқа келгенде 3-3-тен 6 тоқимыз. Бір бұрышының қалай тоқылатынын көрсетейін, ары қарай өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. Міне бір көше, тағы да 1, 2 және 3 баған. Бір көше жоғары, бұрышқа келдік. 1, 2, 3 баған тоқыдым, бір көше алдым. Тура осы жерден тағы да 3 баған тоқитын болам. Міне 3-ші баған. Бір көше жоғары көтереміз. Бір көше жоғары көтереміз. Енді осы аралықтарға 3 араларына көше қалдыруды ұмытпаңыздар. Бір көшеден тоқып отыруды ұмытпаңыздар. Тура осылай тоқисыздар. Жаңа мына жерде көрсеткендей, тура осылай, содан кейін осылай.
соңына келіп бекіткен жерде көрсететін боламыз. Сол жерде кездесеміз. Міне осылайынан бекіту жасайтын боламыз. Бір көші жоғары көтердік және бекіту жасап, осы жерден жібімізді қиып тастаймыз. Енді ақшыл жіппен шетін тоқитын боламыз. Алдыңғы көрсеткендегідей екі ара қашықтыққа үстіп күрішігімізді енгізіп, жібімізді алып шығамыз. Жұмыс жібімізді содан орамды бағандар тоқимыз. Сонда бұл жерде барлығы 3 баған болу керек. Бір көші жоғары көтердік. Мына ара қашықтыққа ешқандай алдыңғы қатардағылардан айырмашылығы жоқ. Бұл жердегі айырмашылық тек қана алдыңғы қатарда біз 1, 2, 3 аралық тоққанбыз. Енді біз бұл жерде 1, 2, 3, 4 аралық тоқимыз ақпен, және мына жерден бұрыш шығарамыз. Келесі қатар 1, 2, 3, 4 аралық, 4 аралық, 4 аралық, сөйтіп міне мына жерде көрулеріңізге болады. Бұл қатарды енді өздеріңіз тоқи аласыздар деген ойдамын. Болғаннан кейін, тоқып болғаннан кейін бекітеміз. Бекітіп болғаннан кейін мына артық жіптердің бәрін міне алып тастаған. Мен бұл жерлерде артық жіптің бәрін ортасын айтқам, енеге сабақтап ары бері өткіземіз. Бұл шешіліп кетпес үшін ортасы. Қалғандарын қиып тастауымызға болады. Өйткені араларына кіргізіп тоқыған кезде бекітіп қойдық, біз қиып тастаймыз. Кейін барлығын біріктіруді көрсететін боламын. Міне енді бір-біріне қосып тігетін боламыз. Ол үшін біз ең бірінші мойын тұсын тігетін боламыз. Міне мына араластырып бір шеті ақшылмен, одан кейін бордовый түсті, одан кейін ақшыл түсті, содан кейін барып бордовый түсті үсіп бір-біріне ине жіп арқылы қосатын боламын. Аралықты тігу үшін қызыл түсті алдым, бордовый түсті алдым, бір-біріне қарама-қарсы қойдым. Ең мына ортадағы қай жерде бұрыш бізде міне, осы жердің жанынан алам. Мына жерден де солай алып, әрбір өрімге қарама-қарсы өрімді қосып, осылайынан тігіп шығамын. Осындай болып шығады. Қазір соңына дейін тігейік. Соңына келгенде бір жерден бірнеше рет өткіземіз. Ар жағына
теріс жағын қаратамын. Және де мына тігістердің арасымен ине жібімді өткізіп, жібім шығып кетпейтіндей жақсылап бекітемін. Жақсылап бекіткеннен кейін жібімді қиып тастадым. Енді бізге тағы бір мынандай түс, қызғылт түсті өстіп қосамыз. Енді тігу барысын көрсеттім, өздеріңіз қоса аласыздар деген ойдамын. Мынаны мынаған қосамыз, оған мынаны қосамыз, содан кейін төртеуін қосып бүйтіп мына жерден тігеміз. Міне айналдырып бәрін тігіп шықтым. Осылайынан болды. Енді біз осылай аламыз. Бұл тұрсын. Енді біз мына үшеуін біріктіріп тігетін боламыз. Міне. Енді бұл үшеуін біріктіріп тігетін боламыз. Оны өздеріңіз тіге аласыздар деп ойлаймын. Міне үшеуді қостық. Одан кейін тура ортасына мына бір төртбұрышты қосамыз. Бұны негізінде былайынан әкеп, мына басынан былай айналдыра қосуға болады. Мен сіздерге түсінікті болсын деп, қай жерден қалай қосылып жатқанын көрсету үшін мен сіздерге бірінші мына детальдарды қостым, кейін мына екі жағын тігем. Мына жерден бірден осы жанын тігіп өтем. Міне. Әрбір көзше дегеніміз, міне әрбір өрімге, мына өрім келтіріп, әрбір өрімге келтіріп тігеміз. Осылайынан тігіп шығамыз, және де мына жақ шетін тігіп шығамыз. Сонда бізде осындай. Міне. Осылай болып шығады. Барлық жандарын тік болғаннан кейін кездесетін боламыз. Мына бізде мойны, жаңағы қосқан жеріміз міне мына. Міне қосқан жеріміз өстіп шықты. Төртбұрыш болып. Енді осыны біз мына жерге қосатын боламыз. Мына ортадағы біреуді қалтырамыз, мына мен мынау қосамыз. Осы жерден бастап айналдыра әрбір мына жерге бір төртбұрыш пен бір төртбұрыш бір-біріне беттестіреміз. Осындай бізде үш бөлік қосылу керек. Міне. Өстіп қосып, бұл жерде де тігіп шығамыз. Тек ортадағы жалғыз бос қалады. Ол жерге ештеме тігілмейді, ештеме қосылмайды.
қосып шығамыз. Міне барлық детальді қосқанда бізде осындай болып шықты. Міне. Бізде осындай болып шықты. Қырынан осылай, артынан осылай. Енді бізге мына жерді, беті шығып тұратын жер ғой, бетіміз тұратын жерде. Осы жерді екі қатар орамсыз бағанмен жиектеп тоқып шығамыз. Бір әрбір көзшеге, шетіндегі көзшелерге, әрбір көзшелерге осылайынан жүргізіп отырып, осылайынан айналдыра орамсыз баған тоқимыз. Міне айналдырамыз, түгел былай айналдырып орамсыз баған тоқимыз, біріктіреміз, тағы бір қатар орамсыз баған тоқимыз. Міне сонымен екі қатар орамсыз бағандар тоқыдық. Сонда міне осындай бізде бас киім шықты. Ішіндегі жіптердің бәрін алып тастаймын. Және де астыңғы жағына да орамсыз баған тоқып қоям десеңіздер, тоқып қоюларыңызға болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.